айтып жіберсем, маңызды уақыттар, яғни менде 10 қаңтар күні соңғы рет мен Нұраймен болған тұғым. Яғни сол түні бізге әкем вахтаға шыққан болатын, таңғы сағат 5-терде. Өзіңіз егер де көрген болсаңыз, бұқаралық ақпараттардан Нұрайдың гитара ойнаған. Сол кезде гитарасымен ойнап берген болатын соңғы рет. Вахтаға кетпес болдым. Түнде соңғы рет. Шейінде негізі ойнамайтын болдым. Керек кезде де. Сен айтыңызшы, 10 қараша күні, яғни сабақ болған кезде, каникул емес, сіз Нұрайға Алматы қаласынан Шымкент қаласына билет алып бергенсіз. Себебі не болған? Ол болған, сонда да сіз қайтып деп отырсыз. Не үшін қайтардыңыз Алматы қаласынан Шымкент қаласына? Қазір менен кейін енді куәгерлер выступать етеді, әртүрлі әрқайсысының енді ішіне керек. Подругаларына жазған, жазбаған адамға маған, не деген, не деймін да. Андай бір адам көрмегенде ғой. Подругаларына жазған, инстаграмда жазған подругалар маған жазды, Нұрайға айтқан. Нұрай маған айтты, содан мына жақта мынау келуі мүмкін, айыпталушы. Не істесем болады деген сияқты. Мен айттым, болмайды, енді ортасында айтып, саған билет алып берейік, сен лучше үйде бол, бірге бол, біздің жанымызда бол деген сияқты. Біз ойладық, академ алып беріп, Шымкентті қалдыра саламыз, алдынан кесірдім деп. Бірақ Нұрай жоқ, оқимын, Нұрай Сұлтан, тек отбасымыз оқып келеді, мен білімді жақсы көремін, өзім жұмысын жақсы көремін, болашақта әлі көп нәрсе істеуім керек, Еуропаға түсуім керек деген сияқты. Айтқан болдым. Сол кезде де Нұрай тыңдады. Потом соңғы уақыттарын айтып жіберсем, маңызды уақыттар, яғни менде 10 қаңтар күні соңғы рет мен Нұраймен болған тұғым. Яғни сол түні бізге әкем вахтаға шыққан болатын, таңғы сағат 5-терде. Өзіңіз егер де көрген болсаңыз, бұқаралық ақпараттардан Нұрайдың гитара ойнаған. Сол кезде гитарасымен ойнап берген болатын соңғы рет. Вахтаға кетпес болдым. Түнде соңғы рет. Шейінде негізі ойнамайтын болдым. Керек кезде де. Сен айтыңызшы, 10 қараша күні, яғни сабақ болған кезде, каникул емес, сіз Нұрайға Алматы қаласынан Шымкент қаласына билет алып бергенсіз. Себебі не болған? Ол болған, сонда да сіз қайтып деп отырсыз. Не үшін қайтардыңыз Алматы қаласынан Шымкент қаласына? Қазір менен кейін енді куәгерлер выступать етеді, әртүрлі әрқайсысының енді ішіне керек. Подругаларына жазған, жазбаған адамға маған, не деген, не деймін да. Андай бір адам көрмегенде ғой. Подругаларына жазған, инстаграмда жазған подругалар маған жазды, Нұрайға айтқан. Нұрай маған айтты, содан мына жақта мынау келуі мүмкін, айыпталушы. Не істесем болады деген сияқты. Мен айттым, болмайды, енді ортасында айтып, саған билет алып берейік, сен лучше үйде бол, бірге бол, біздің жанымызда бол деген сияқты. Біз ойладық, академ алып беріп, Шымкентті қалдыра саламыз, алдынан кесірдім деп. Бірақ Нұрай жоқ, оқимын, Нұрай Сұлтан, тек отбасымыз оқып келеді, мен білімді жақсы көремін, өзім жұмысын жақсы көремін, болашақта әлі көп нәрсе істеуім керек, Еуропаға түсуім керек деген сияқты. Айтқан болдым. Сол кезде де Нұрай тыңдады.